Баршаңызға сәлем достар. Бүгін мен сіздерге изолон материалының қысқаша кіріспе сабағын өтпекпін. Яғни осы материал мен таныстыратын боламын. Сіздерге міне қарап тұрсаңыздар, изолонның осындай түрлері болады. Неше түрлі түсті изолондар болады. Яғни өзіңіз қалаған изолонды қалаған түсте ала аласыздар. Бұның екі беті болады. Біреуі жылтыр бет, біреуі сәл тегістеу бет болып келеді. Яғни аса жылтыра байқалмайтын бет. Яғни бұны аса маңызды емес, қай бетін қолдансаңыз да, бірақ жақыннан жұмыс істеп тұрғанда білінеді. Екінші материалымыз бұл фоамиран деп аталынады. Фоамиран мына глиттерный деген фоамиран, яғни жылтыр түсті. Мынаның артында клейі жоқ фоамиран. Фоамиранның екі түрі болады, клеевой болады және клейі жоқ. Клеевой дегеніміз мынау. Бұл фоамиран клеевой екенін қайдан білеміз? Яғни мынау артында қағазын ашқан кезде, біз қағазын фоамираннан ажыратқан кезде, мына қараңыздар, мына клей тұрады, мына жерде клей көрініп тұр. Бұл клеевой фоамиран. Осы екі түрлі фоамиранды біз алма кезде қолданатын боламыз. Кей жағдайда бізге клейсіз де фоамиран керек болады. Сол үшін фоамиранның клейсіз және де осындай желімді, яғни клей дегеніміз желімді түрінде қолданатын боламыз. Енді мына жерде қараңыздар, мына пастель деп аталынады. Бұл арнайы изолон бояйтын қарандаш, майлы қарандаштар. Мен көбінде ақ түсті изолонға қолданамын. Қараңыздар, мынандай қалаған өзіңізге кез келген түсін аласыздағына пастельмен изолонды бояй бересіздер. Енді мен мысалға қараңыздар, мына жерде сары түсті шамалы қолданған болатынмын. Ақ түсті изолонға сары түсті пастельді жағып осылай гүлді бояған етінмін. Енді мына жерде қараңыздар, ақ фоамиран жаңағы без клей, жаңағы желімі жоқ фоамиран. Мынауымыз бізде плафон деп аталынады. Осындай шар тәріздес плафон. Бұл бізге көбінде мынау гүлді мен мысалға жапырағын осылай кесіп алдымдағыны, оны майыстыру үшін осы плафонды қолданатын боламын. Не үшін? Яғни біз бірінші изолонды осындай арнайы өзінің фені болады, строительный фен, кез келген строительный материал сататын жерде сатылады. Бұны былай шамалы қыздырамыздағыны изолонымызды, сосын қызғаннан кейін өстіп шарға бастырып тұрамыз кішкене, яғни өзінің формасын ұстағанша. Міне қараңыздар, ол осындай дөңгелек шамалы майысқан формаға келеді. Мына плафон шарымызды біз кейде светильникке пайдалансақ та болады, яғни бұның ішіне арнайы лампочка қойып, светильник жасасақ та болады. Одан кейін біздің міндетті түрде қолданатынымыз ол ыстық клей. Ыстық клеймен, яғни изолон жабыстырамыз. Сосын қайшыны қолданамыз. Және де бізге керек зат жерде міне осындай гүлдерді жасаймыз, картинкалар жасаймыз болашақта осы гүлдермен. Мынау мен тапсырысқа жасап жатқан затым, яғни шекарашыларға арналған осындай ортасында сағаты болады. Бұл үлкен картинка болып шығады. Мына жерде екінші материалымыз бұл, яғни мен шапрашты осындай картинка жасап жатырмын. Бұл да менің тапсырысым. Бұны да көрсетемін. Егер қызық болса, пікірге жазып кетіңіздер. Мына жерде мынау дәу гүл. Бұл хризантема гүлі. Мынау роза гүл. Бұныларды мен торшер жасау үшін, изолоннан торшер жасап, яғни үлкен гүл жасау үшін қолданамын. Одан кейін бізде мына жерде лента, мынау тейп лента деп аталынады. Бұл жабысқақ лента. Бұны не үшін қолданамыз? Бұны осы роза гүлді, мынау дәу торшер гүлді жасаған кезде мынамен трубасы, яғни сабағын ораймыз, гүлдің сабағын жасылмен орап шығамыз осымен. Ал мына жерде қараңыздар, мен мынаны пастельмен қалай боядым, сіздерге осы туралы шамалы түсіндіріп кетейін. Мына жерде екі түрлі түс. Қараңыздар, мына жерде кез келген өзіңізге ұнаған қарандаш аласыздағына. Мен көбінде жаңа айттым ғой, ақ изолон қолданамын деп. Ақ изолонды өзіме керекті түске бояп аламын. Егер де қатты бастырсаңыздар қарандашты, бұл шамалы осындай қолмен тегістеп жібереміз міндетті түрде, осындай түс береді бізге. Одан кейін екінші түс сәл қоңырлау түспен боядым.
Бұны да шамалы қолымызбен осылай саусағымызбен тегістеп жібереміз, сонда біркелкі осылай тегіс түс шығарып береді бізге. Мына жерде міне пенопласт жұмыртқалар, мына жерде тычинка дейді, бұл дайын тычинкалар. Менде мынау майда осындай гүлдерді қолданамыз, және де осылай майда гүлдерді қалай жасаймыз, соның барлығын түсіндіремін. Мынау канцелярский пышақ, яғни арнайы кеңсе тауарлар сататын жерлерде сатылады бұл пышақ кез келген жерде. Бұны изолон кесуге қолданамыз, және де мына шпажка. Шпажкамызды не үшін қолданамыз? Қараңыздар, мына жерде біз фигура сызу үшін, яғни өзімізге керекті форманы осы шпажка арқылы сызып отырамыз. Ручкамен, яғни мен ручка қолдануға болмайды бұл жерде. Не үшін? Өйткені менде бұрын қараңыздар, ручкамен сызған етімін алдыңғы жасаған гүлдерімде мынандай іздер қалып қалды, бірақ оны кетіре алмадым. Сол себепті сіздерге сызбаңыздар. Мынау да енді қайшы. Бұл өз арнайы зигзаг қайшы деп аталынады, яғни ирек болып келеді бұның ұшы. Осы зигзаг қайшымен де қолданамыз. Ал сіздерге енді бүгінгі сабағым ұнады деген ойдамын. Бүгін менде таныстыру кіріспе сабағы болғандықтан мен сіздерге осындай қысқаша мәліметтер ғана беріп отырдым. Енді менің каналымнан ары қарай менімен бірге болыңыздар.